34 жаттығудың есептерін шығарамыз. Так, енді номер бірінші есептен бастаймыз. Бізде мына жерде сера деген элемент 16-да 32. Қосылған 1-де 0 нейтрон. Реакция нәтижесінде бір элемент пайда болады екен, және де 1-де 1 протон. Енді міне 16-ға 0-ді қоссам 16, одан 1-ді алсам 15. 32-ге 1-ді қоссам 33, одан 1-ді алсам 32. Яғни бір элемент пайда болады екен. Бұл элементті табу үшін біз химиялық кестені пайдаланамыз. Химиялық кесте бойынша міне 15 элемент бізде фосфор екен. Фосфор болады сонда бізде. Фосфор 15-те 32. Келесі мына ядролық реакциялар жетіспей тұрған бөлікті тауып жазамыз. Так, X мына жерде 4, мына жерде Z деп тұр, плюс Y мына жерде А, мына жерде 5 деп тұр. Реакция нәтижесінде көміртегі 6-та 13, плюс 1-де 1 протон бөлінеді. Енді X элементінің Z-ін анықтайық. X мына жерде 4. Так, 6-ға 1-ді қоссам 7, одан 5-ді алсам 2. Демек, екінші элемент бізде гелий 2-де 4 деген сөз. Енді Y элементін анықтайық. Y элементінің реттік номері 5-ке тең, енді осының массалық санын анықтайық. Так, 13-ке 1-ді қоссам 14, одан 4-ді алсам 10. 10-шы элемент, демек бізде 5-інші элемент реттік номер 5, массалық саны 10 болатын, ол бізде бор екен. Келесі есеп, мына ядролық реакцияларда атқарушы бөлшекті анықтаңдар. Демек, жаз қоямыз. Кальций 20-да 40. Қосылған бір X элементі реакция нәтижесінде 19-да 41 калий және гелий бөлінеді екен. Сонда бұл бізде X элементтің табу үшін 41-ге 4-ті қосамыз. 45, одан 40-ті алсамыз 5. 19-ға 2-ні қосамыз 21, одан 20-ны алсақ 1. Сонда бұл сутегінің ауыр изотопы болады екен H1-де 5. Келесі есеп. Номер 4-ші есеп. Бастапқы уақыт мезетінде, яғни уақытта тең болады 2-тыға. Өткенде радиоактивті препараттың ядроларын қандай бөлігі қалды дейді. Яғни демек, N-дің N0-ға қатынасын табамыз. Енді радиоактивті ыдырау заңын жазамыз. N тең болады N0, 2-ның минус Т бөлінген Т дәрежесі. Енді N0-дан астына апарып бөліндіретіне жазуға болады. Сонда N бөлінген N0 тең болады 2-ның минус Т бөлінген Т дәрежесі. Ары қарай орнына қоямыз. 2 минус Т дегенге 2-тыны қоям, мынаған өзін қоям үлкен тыны. Сонда аты мен аты қысқарып кетеді. Сонда менде қалды 2-ның минус 2 дәрежесі. Демек, ол дегеніміз 4-тен 1-ге тең. Сонда 4-тен 1 бөлігі қалды деген сөз. 4-тен 1 бөлігі қалды, қалған бөлігі ыдырап кетті деген сөз. Так, енді келесі есеп. Номер 5-ші есеп. Номер 5-ші есеп. Радиоактивті изотоптардың жартылай ыдырау периоды берілген 36 сағат. Так, ядролардың 4-тен 3 бөлігі ыдырап кету үшін, яғни дельта N ыдырап кеткендерге, дельта N тең 4-тен 3 бөлігі ыдырап кету үшін қанша уақыт қажет дейді. Енді ыдырап кеткен ядроны табу үшін бастапқы мезетіндегі ядро санынан ыдырамай қалған ядроның санын азайтамыз. Демек, мына жерде 4-тен 3 N0 болады. Мына жерде дельта N дегенге мен қоям 4-тен 3 N0-ды тең болады N0 минус N. Енді сөзден N-ді табу үшін N0-дан азайтам 4-тен 3 N0-ды. Демек, 1-тен 4-тен 3 алатын болсам 4-тен 1 N0-ға. Енді бізде радиоактивті ыдырау заңының формуласы бар, соған қойып жүреміз. 2-ның минус Т бөлінген Т дәрежесі. Мына жерде N деп тұрғанға 4-тен 1 N0-ды қоямыз. Онда 4-тен 1 N0 тең болады N0, 2-ның минус Т бөлінген Т дәрежесі. Бұнда N0 мен N0 қарттамыз. Енді мына жерде 4-тен 1 дегеніміз ол 2-ның минус 2 дәрежесі тең болады 2-ның минус Т бөлінген Т дәрежесі. Енді негіздері бірдей, дәреже көрсеткіштерінде теңестіре саламыз. Минус 2 тең минус. Так, бізде ыдырау уақыты белгісіз, жартылай ыдырау периоды 36 сағат. Енді жерде минус пен минус қысқарып кетеді. Бұл жерде Т дегеніміз, сонда 36-ны 2-ге көбейтеміз, 72 сағат шығады екен.
Келесі енді номер 6 есепті шығарамыз. 2 тәуліктің ішінде, яғни уақыт беріліп тұр. 2 тәулік. Радиоактивті ядролардың 8-ден 1 бөлігі қалды дейді, ыдырамай қалды дейді. Сонда ыдырамай қалғандікі не деген әріппен белгілейміз оны? 8-ден 1 бастапқы ядролардың ішінде 8-ден 1 бөлігі ыдырамай қалды. Осы элементтің жартылай ядролық периодын табамыз. Демек, мына формуланы қолданамыз тағы да n0 2-нің минус т бөлінген т дәрежесі. Ена жерге n дегенге 8-ден 1 n0-ды қоямыз. Сонда 8-ден 1 n0 тең болады n0 2-нің минус т бөлінген т дәрежесі. Бұдан n0 мен n0-ды қысқартып жүреміз. 8-ден 1 деп отырғанымыз 2-нің минус 3 дәрежесі. Ол тең болады 2-нің минус т бөлінген т дәрежесі. Егіздері бірдей дәреже көрсеткіштерін теңестіреміз. Мына жердегі 2 минус қысқарып кетеді. Сонда 3 тең болады. Бізде т дегеніміз беріліп тұр, 2 тәулік бөлінген т. Енді осы жерден т-ны табу үшін 2-ні 3-ке бөле саламыз. Сонда 0,666 деген сан шығады. Жоқта болғанда 0,67 тәулік деп алуға болады. Келесі есеп номер 7 есеп. 1 грамм полунийда қанша протон және нейтрон бар дейді. Плюмбум қорғасында. Алдымен 1 грамм, осындай массасы 1 грамм болатын осы қорғасында қанша атом бар екендігін тауып аламыз. Яғни бұны табу үшін n тең болады масса бөлінген малярлық масса көбейтілген n деген формуланы қолданамыз. Енді мына жерге жазып қояйық. Малярлық массамыз, мына жер үстіңгі жағындағы сан, яғни бізде малярлық массамыз так полоний 82-де 206 беріліп тұр, не полоний емес плюмбум қорғасын 82-де 206. Масса алсамыз малярлық массаға тең 206 грамм мольға тең. Так, енді Z протон саны 82-ге тең. Нейтрон саны, яғни 206-тан 82-ні аламыз, 124-ге тең. Ал енді 1 граммда қанша бар екендігін табу үшін осы формуланы қолданамыз. Ал қанша протон, қанша нейтрон бар екендігін табу үшін, мысалы, n протонды табу үшін осы атом санын протон санына көбейтеміз. Сонда масса бөлінген малярлық масса көбейтілген n-ны Z-қа көбейтіп жүреміз. Ал нейтрон санын табу үшін тура осындай масса бөлінген малярлық масса n-ны көбейтеміз, нейтрон санын n-ға көбейтіп жүреміз. Сонда бірінші протон санын табайық. n протон саны тең массамыз 1 грамм, малярлық массамыз 206 грамм моль, n дегеніміз 6,2, 23 дәрежесі. Так, енді Z деп отырғанымыз 82-ге тең. Сонда осы үшеуін көбейтіп бөле келе бізде шығады екен 2,39 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі протон. Келесі нейтрон санын табамыз, тура дәл осылай. Массамыз 1 грамм, малярлық массамыз 206 грамм моль. Так, көбейтеміз 6,2, 10-ның 23 дәрежесі, ал бұл жерде нейтрон саны 124-ге тең. Ары қарай есептей келе 3,62 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі нейтрон бар екені белгілі болды.